Салем, достар! Вы на канале Learn Kazakh, канале для изучения казахского языка. Учим новое слово и составляем с ним предложение. Слово дня – қалдыру. Қалдыру – оставлять. Қалдыру – оставлять. Қалдыр – оставь. Қалдыр. Қалдырма – не оставляй. Қалдырма. Қалдырыңыздар. Оставьте в уважительной форме во множественном числе. Қалдырыңыздар. Қалдырыңыздар. Не оставляйте. Қалдырмаңыздар. 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 Не оставляйте. Уважительная форма, множественное число. Составляем предложение. Кілтіңді қалдыр. Оставь свой ключ. Кілтіңді қалдыр. Кілт – ключ. Кілтің – твой ключ. Кілтіңді қалдыр. Оставь свой ключ. Кілтіңді қалдырма. Не оставляй свой ключ. Кілтіңді қалдырма. Кілтіңді қалдырма. Телефон нөмірлеріңізді қалдырыңыздар. Оставьте свой номер телефона. В уважительной форме, во множественном числе. Телефон нөмірлеріңізді қалдырыңыздар. Телефон нөмірлеріңізді қалдырыңыздар. Заттарыңызды қалдырмаңыздар. Не оставляйте свои вещи. Заттарыңызды қалдырмаңыздар. Зат – вещь. Заттар – вещи. Заттарың – твои вещи. Заттарыңыз – ваши вещи. Заттарыңызды қалдырмаңыздар. Не оставляйте свои вещи. Заттарыңызды қалдырмаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Не оставляйте детей без присмотра. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Бала – ребенок. Балалар – дети. Балаларды қалдырмаңыздар. Не оставляйте детей. Қарау – сыз, без присмотра. Қарау – это смотреть или присмотр. Қараусыз, без присмотра. Не оставляйте детей без присмотра. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Қалдыру – оставлять. Қалдыру. Қалдырдым. Я оставил или я оставила. Қалдырдым. Қалдырдым. Қалдырды. Он оставил или она оставила. Или они оставили. Қалдырды. Қалдырды. Қалдырдық. Мы оставили. Қалдырдық. Қалдырдық. Саған өзімнің телефонымды қалдырдым. Я оставил тебе свой телефон. Саған өзімнің телефонымды қалдырдым. Саған тебе. Өзім я сам, я сама. Өзімнің свой. Телефоным мой телефон. Телефонымды қалдырдым. Оставил свой телефон. Я оставил тебе свой телефон. Саған өзімнің телефонымды қалдырдым. Саған өзімнің телефонымды қалдырдым. Ол маған ақша қалдырды. Он оставил мне деньги. Ол маған ақша қалдырды. Ол маған ақша қалдырды. Ол, он или она, маған, мне
Ақша, деньги. Ақша қалдырды, оставил деньги. Он мне оставил деньги. Ол маған ақша қалдырды. Біз саған тамақ қалдырдық. Мы оставили тебе еду. Біз саған тамақ қалдырдық. Біз, мы, саған, тебе, тамақ, еда, қалдырдық, оставили. Мы оставили тебе еду. Біз саған тамақ қалдырдық. Біз саған тамақ қалдырдық. Также этот глагол применяется в сочетании с другим глаголом кету. Кету значит уходить. Қалдырып кету – оставить. Оставить, уйти, если дословно переводить. Қалдырып кету – оставить. Қалдырып кеттім. Я оставил. Или я оставила. Қалдырып кетті. Он оставил. Она оставила. Қалдырып кетті. Қалдырып кеттік. Мы оставили. Қалдырып кеттік. Еще раз повторим. Қалдырып кету. Оставить. Қалдырып кеттім. Оставил. Я оставил. Қалдырып кетті. Он оставил. Қалдырып кеттік. Мы оставили. Я оставил свой телефон дома. Телефонымды үйге қалдырып кеттім. Телефонымды үйге қалдырып кеттім. Телефоным, мой телефон. Телефонымды қалдырып кеттім. Я оставил свой телефон. Үйге, дома. Телефонымды үйге қалдырып кеттім. Он оставил свою тетрадь. Ол дәптерін қалдырып кетті. Ол дәптерін қалдырып кетті. Ол дәптерін қалдырып кетті. Дәптері его тетрадь. Ол дәптерін қалдырып кетті. Мы оставили свою сумку. Біз сөмкемізді қалдырып кеттік. Біз сөмкемізді қалдырып кеттік. Біз, мы, сөмке, сумка, сөмкеміз, наши сумки. Біз сөмкемізді қалдырып кеттік. Мы оставили наши сумки или свои сумки. Я оставил свои вещи. Заттарымды қалдырып кеттім. Заттарымды қалдырып кеттім. Заттарымды қалдырып кеттім. Я оставил своих детей дома. Балаларымды үйге қалдырып кеттім. Балаларымды үйге қалдырып кеттім. Балаларымды үйге қалдырып кеттім. Итак, продолжаем. Қалдыру – оставлять. Қалдырмау – не оставлять. Қалдырмау. Қалдырмау. Қалдырмаймын. Я не оставляю. Или я не оставлю. Қалдырмаймын. Қалдырмаймын. Қалдырмайды. Он, она не оставляет. Или он, она не оставит. Қалдырмайды. Қалдырмаймыз. Мы не оставляем. Қалдырмаймыз. Или мы не оставим. Қалдырмаймыз. Я никогда не оставляю свои вещи. Мен ешқашан заттарымды қалдырмаймын. Мен ешқашан заттарымды қалдырмаймын. Мен, я, ешқашан, никогда. Заттарымды қалдырмаймын. Не оставляю свои вещи. Мен ешқашан заттарымды қалдырмаймын. Мен ешқашан заттарымды қалдырмаймын. Он никогда не оставляет тебе свой телефон. Ол ешқашан телефонын саған қалдырмайды. Ол
ешқашан телефонын саған қалдырмайды. Ол ешқашан телефонын саған қалдырмайды. Мы никогда не оставляем лишних денег. Біз ешқашан артық ақша қалдырмаймыз. Біз ешқашан артық ақша қалдырмаймыз. Артық ақша, лишние деньги. Біз ешқашан артық ақша қалдырмаймыз. Мы никогда не оставляем лишних денег. Не оставляйте детей без присмотра. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Оставь одну строку. Бір жол қалдыр. Бір жол қалдыр. Жол — это дорога, но также переводится как строка. Оставь две строки. Екі жол қалдыр. Екі жол қалдыр. Екі жол қалдыр. То есть пропусти одну строку или пропусти две строки. Не оставляй работу незавершенной. Жұмысты аяқсыз қалдырма. Жұмысты аяқсыз қалдырма. Жұмыс — это работа, аяқ — это нога, аяқсыз, то есть без ноги, если дословно переводить. Аяқсыз қалдырма, не оставляй незавершенной. Жұмысты аяқсыз қалдырма. Сен мені жұмыстан қалдырдың. Дословный перевод «ты оставил меня с работы» означает, что из-за тебя я пропустил работу. Сен мені жұмыстан қалдырдың. Сен мені жұмыстан қалдырдың. Сен мені жұмыстан қалдырдың. Бұл істі кейінге қалдырдым. Бұл істі кейінге қалдырдым. Я оставил это дело на потом. Бұл іс — это дело. Кейін — потом, кейінге — на потом. Я оставил это дело на потом. Бұл істі кейінге қалдырдым. Бұл істі кейінге қалдырдым. Также есть выражение «таң қалдыру». Означает удивлять. Таң қалдыру. Сен мені таң қалдырдың. Ты меня удивил. Сен мені таң қалдырдың. Ты меня удивил. Сен мені таң қалдырдың. Друзья, это далеко не все значения данного глагола, но это самые важные, самые распространенные. Попробуйте написать внизу в комментариях свои предложения с этим глаголом. До новых встреч! Цао полыныстар!